Мен Әділхан Ерназарұлы. Әділхан, не көп сұрақтар мазалайды. Жемістің қалыпта не жасауға болады? Олай болса, апаймен бірге зерттеп көрейік. Апай, жемістердің қалдықтарынан не жасауға болады? Жақсы балалар, олай болса бірге зерттеп көрейік. Олар апельсин туралы не білесіздер? Апельсин сыбай, дәрумене бай. Апельсин тәтті және қышқыл болады. Өте жақсы балалар. Апельсин сүт өсуінен жатады, иә? Балалар, апельсиннен біздер қазір апельсиннің қабығынан біздер балауыз шам жасап көрейік. Ол үшін бізге қажетті ыстық су, балауыз шам, жібек жіп қажет болады. Балалар, ең алдымен балауыз шамды ыстық суға ертіп ал. Балалар, және осы апельсиннің қабығынан иіссу жасауға болады екен. Оған бізге қажетті заттар этил спирті, пипетка және апельсиннің қабығы, ыстық су және бос құтылар керек болады. Оны біз 30 минутқа қалдырамыз. Оны біз бір күнге қалдырамыз. Мына апельсин суына этил спиртінен 2 тамшы құямыз. Біздің иіссуымыз дайын. Енді бұны бос құтыларға бірге құяйық. Жарайсың, біздің иіссуымыз дайын. Әділхан, қарашы, біздің балауыз шамымыз дайын болды. Қане бірге жағып көрейік. Иісін көрейікші. Күштісінай. Иісі керемет, қандай тамаша. Балауыз шамның иісі өте керемет екен. Медина, біздің де иіссуымыз дайын болды. Қане көре ғой. Қандай керемет. Медина, қарашы, біздің балауыз шамымыз дайын болды. Әділхан, біздің иіссуымыз дайын болды. Сені ананы сыйлауға беремін. Рахмет, Медина. Балалар, бүгінгі біздің зерттеуіміз сіздерге ұнады ма? Иә. Балалар, бүгінгі зерттеуіміз біздің сәтті болды. Қане бәріміз сау болыңыз айтайық. Сау